Сәлеметсіңдер ме, құрметті тыңдармандар? Сендер ертегілермен, соның ішінде батырлық ертегілермен қаншалықты таныссыңдар? Бүгін мен сендерге қазақ ауыз әдебиетінің негізгі жанрларының бірі, көп жағдайда өлеңмен, кейде қара сөзбен жазылатын батырлық ертегілер, сонымен қатар Алматы мемлекеттік қуыршақ театрында сахналанған ертөстік қойылымы турасында айтып бермекпін. Менімен бірге болыңдар. Қиял ғажайып ертегілер секілді, батырлық ертегілердің көпшілігі ежелгі заманда пайда болған. Қиял ғажайып ертегілерде көбіне мифтік, таң ғажайып оқиғалар баяндалатын болса, батырлық ертегілерінде кейіпкер дара мадақталып, батырлардың ерлік істері барынша әсірелеу түрінде кездеседі. Батырлық ертегілердің негізгі тақырыптары белгілі бір мақсатқа жету жолында шексіз ерлік көрсету, түрлі құбыжықтармен, жалмауыздармен соғысу, ел үшін жаудан кек алу, әділетсіздікпен, мейірімсіздікпен күрес болып табылады. Баяндау кезінде сол фантастикалық мақұлықтар бейнесіне, табиғаттың дүлей күштеріне, жауласушы жақтың тұрмыс тіршілігіне, іс-әрекетіне түсініктемелер беріледі. Батырлық ертегілердің бәрі бірдей ерте заманда туған жоқ. Кейбіреулері кейін пайда болып, көбіне батырлық жырлардың прозалық түріне айналып отырды. Олардың негізгі арқауы бұрынғыдай дею, перілермен алысу емес, керісінше қазақ батырларының сыртқы жаулармен соғысуы, ру тайпалардың өзара талас тартыстары сияқты оқиғаларға құрылды. Батырлық ертегілердің өзіне тән стильдік ерекшеліктері бар. Біріншіден, мұнда қиял ғажайып ертегілерге қарағанда суреттеу элементтері басым. Екіншіден, кеңінен баяндалатын нәрсе кейіпкердің жауымен жекпе-жек соғысы. Үшіншіден, қара сөзден гөрі өлеңмен баяндау жиі кездеседі. Демек, ырғақ пайда бола бастайды. Сонымен бірге көп жағдайда батырлық ертегілер батырлық жырларға да жақын. Ерлік көрсетіп үйлену, ел үшін кек алу, әртүрлі жауыздармен алысу батырлық эпос дамуының кейінгі кезеңіне жататын тақырыптар. Мұндағы батырлар образы батырлық ертегілер негізінде дамыған. Ертөстік сияқты батырлық ертегі кейіпкерлерінің қасиеттері батырлық жырлар кейіпкерлері характерінде жиі ұшырасады. Бұдан біз батырлық ертегілер мен батырлық жырлардың тарихи сабақтастығын көреміз. Ендеше балалар, ертөстік ертегісіне тоқталайық. Ертөстік қазақ батырлық ертегілерінің ең көне үлгісі. Ертөстікте ерте дәуірдегі халықтың мифтік танымы, ырымдары мен әдет-ғұрыптарының бәрі бар. Оның жалпыға бірдей сюжеттік желісі бойынша төстік қиял ғажайып жағдайда дүниеге келіп өседі. Жылан Бапханның жұмсауымен төстіктің Темірхан еліне барып, онда қалыңдықты алу үшін сайысқа түсуі. Осы сайыста кейіпкердің өз күшімен емес, керемет достарының арқасында жеңуі, қиял ғажайып ертегінің заңдылығы. Мысалы, шалқұйрық тек жүйрік атқан емес, алдағыны болжай алатын қабілеті бар, неше түрлі сиқырды білетін, адамша сөйлеп, адамша іс-әрекет қылатын қасиетті жануар. Ал жер астында төстікке дос болатын желаяқ, таусоғар, көлтауысар сияқты кейіпкерлер мифтік танымның сипаты. Ертедегі адамдардың мифтік түсінігі бойынша желдің, таудың, судың иелері болған. Кейінгі замандарда олар көркемдік сипат алып, достар осындай болса екен деген адам арманына жүзеге асырушы бейнелер ретінде қабылданған. Балалар, біз сендермен батырлық ертегілер мен ертөстік ертегісі туралы ақпараттармен таныстық. Олай болса, сол ертегілер желісінен сахналанып, Алматы мемлекеттік қуыршақ театрында жуырда ғана тұсаукесері болған батырлық, батылдық, достық, адамгершілік, бауырмалдық пен әділеттілік сынды ізгі қасиеттерді қалыптастыратын халқымыздың аса көне, мағынасы мен астары терең ертөстік қойылымымен таныс болыңдар. Қойылымның режиссері Еркебұлан Қабдылдың шешімі аталмыш туындының басты ерекшелігі түрлі образды қуыршақтардың өзіндік характерлері мен іс-әрекеттерінің жан-жақтылығында. Яғни, көрермен әрбір кейіпкерден өзгеше күшпен таңғаларлық қабілетті байқай келе, олардың бір мақсаттағы жақсылық пен әділеттікке үндейтін арман тілегін сезінуге мүмкіндік алады. Ел қиналып жатқанда, жанымыз қайғыға батқанда, шыдады қалай жүремін? Күні-түн ойлап жүдедім. Көздерінен шықты, жасы бәке қалып, көп ойланып жабық.
елеміскен дұшпанды жіберем деп тамылға. Қабыл болып тілегі, батаңды бер Жанеке. Сапарға ертең жүр. Айналайын қарым, ақ батамды дедім. Қойылымда ұлттық наным сенімдер, салт дәстүрлерден көрініс беретін сахна декорациялары мен реквизиттер, қуыршақтардың жасалу техникасы мен қимыл қозғалыс ерекшеліктері, шығармашылық құрамның әрбір детальды басты назарда ұстай отырып, көрермендерге аса бай мәдениетіміз бен асыл мұрамызды дәріптеуді мақсат еткенін аңғаруға болады. Түрлі сындардан сүрінбей өтіп, әділдік пен жақсылықты ту еткен ертөстік сынды кейіпкерлеріміздің әрбір сөз мен іс-әрекеті көрерменді қайтпас қайсарлық пен мақсатшылдыққа жетелейді. Дұшпаныңа сөзіңді өткізсең, сендей дос іздеп келем алыста. Қас дұшпанмен алысқан төстік болар. Мен болам. Қуаныштымын, ертөстік. Сапарыма серік болсаң, достыққа берік болсаң, жүренді шеме. Хоп! Ендеше құрметті тыңдарман, ұлттық құндылықтарымызды насихаттайтын ертөстік қойылымынан сіздердің тәлім алар тұстарыңыз өте көп. Ертөстік сынды батырлар қазіргі біз өмір сүріп отырған қоғамда да көптеп табылады. Батыр болып елі мен жерін қорғау үшін әрбір азамат өскен ортасы мен отбасын қадірлей білетін, рухы асқақ, қайырымды да қамқор, білімді де алғыр, мейірімді де әділ бола білсе жеткілікті. Сондықтан балалар, батырлық тек қана білек күшімен ғана өлшенбейтіндігін есімізде берік сақтағанымыз абзал. Әрбір бала ел болашағының жарқын болуына ат салысатын болашақ тұлға екендігін ұмытпайық достар. Барлық сырғылған ертөстікте ел болған мақсатына жетеді, әділ болған деседі.